сабаққа қатысқан жоқ, кабинеттердің ішіне деген сөз жүргізуде тазалыққа сол кісілерге бір қарап өтеді. Сол кезде кішкене осы жақ мектептің тазалығына сәл ескертулер айтып кетті. Сол кезде айналым жақсы өтеді сізге қатысты, сіздің кітапханаға байланысты. Иә, маған да кірді. Сонда кітаптардың шаны, адамдардың шаны, сүрдің шанында сүрмеген болып, сол кітапхананың бізге мен таза емес деп ренжіде тұрып жатырсам, ұяқтау қалайсыз? Мен өзімде жерде әріптестер әрқасында өздері функционалдық міндеттеріміз бар. Білесіздер, қай жерде жуасыздар, қанша территория жуасыздар, сол функционалдық міндеттерді дұрыс талап қылып. Қанша жазамыз? Бердім ғой, өзің алмай қойдың ғой? Кілтті бердім ғой саған, жазғыш деп. Қанша мақсымды білмеген ғой, олмайын жоққан жанымызды байтар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Әріптестер, бөлек жандар шынымен, шер тарқатып бөлі салар сырымен, жұмысыңа қолғабысын тигізіп, күліп әрке сыйласатын бірімен. Әріптестер, бөлек жандар өмірде, байыппенен қарап сөйлер көңілге. Кейде ренжіп түсініспей қалсаң да, әріптестер жақсы адамның рөлінде. Әріптесті Құдай қосат дер едім, маңдай терін еңбектерін еледім. Бір салада тауып жүрген ризығын, әріптестің амандығын тіледім. Әріптестеріңізге жіберіп қойыңыздар, бір қуанып қалсын.